Ассалаумағалейкум достар, бүгін біздер машинаға паркоп, яғни прицеп жалғайтын боламыз. Ол үшін бізге мынандай комплект алып келген болатын. Біздің жағдайда Mitsubishi Pajero автокөлігі бұл машинаның бөлігіне жалғанады. Ал бұған прицептен келіп тіркеледі. Енді осыны жалғау үшін бізде өзімен бірге провод келген. Сымдар 7 сым, 7 провод. Осылардың барлықтарын қазір біз мына контактілерге жалғайтын боламыз. Ол үшін алдымен біздер мына резинка қақпағына өткізіп аламыз. Осы проводтар прицептің проводтарына дәл габаритке, стопқа, тормозға келу үшін бізге арнайы схема керек. Біздің жағдайда прицеп стандарттық болғандықтан қазір интернеттен стандарттық схеманы жүктеп алдым. Енді соларды алдымен осында жалғайтын барым, түс-түстерімен қайсы қайда кететінін. Бұны ашып қарайтын болсақ, бұл жерде қазір бізде нумерациясылар бар, номерлер бар. Крышканы ашып көрген кезде осы номер арқылы біз қазір мына контактілерге жалғайтын боламыз. Мінекей ашамыз. Бірінші контакт ол мына контактымыз. Екінші контакт ол мына контакт. Дәл осы суреттегідей мына контактілерге жалғайтын боламыз. Және де мынаны ашып қарасақ біздер бұның астында да жазылып тұр. Қайсы бірінші, қайсы екінші екені контактілердің барлықтары жазылып тұр. Енді осы бойынша, схема бойынша, қазір мен мына суретін салып кеткем, схема бойынша әрбір түстерді осында бірінші жалғап аламыз. Екінші контакт бізде схема бойынша көк провод, задний ПТФ деп тұр. Яғни задний ПТФ дейміз, задний артқы тұман шамдары. Задний противотуманный фары. Енді үшінші контакт бізде минус болу керек. Серый деп тұр. Мұнда сұр проводы жоқ екен, сондықтан орнына ақ проводты жалғап қоямыз. Себебі қалған түстер келіп тұр. Сұр жоқ, ақ провод бар екен. Үшінші контакт бізде минус болады. Машинаның минусы прицепке де минус керек лампочкалар жану үшін. Енді төртінші контакт жасыл, оң жақ поворот деп тұр. Жасылды аламыз. Енді бесінші контакт бізде қоңыр. Ол бізде габаритке кетеді дейді, яғни подфарник деп айтады кейбіреулері. Қоңыр 5-ке габарит. Алтыншысы кешіресіз, алтыншысы бізге стоп шамдарына кетеді. Жетіншісі ортасындағы мына контакт, жетіншісі ол қара провод, сол жақ габаритке кетеді. Бірден бастап барлығын айтып өтейін. Бірінші контакт бізде сары, сол жақ поворот. Екінші контакт бізде көк, артқы не шамдар, поворот емес, артқы тұман шамдары. Үшінші ақ біздің минусымыз, барлығына ортақ. Төртінші жасыл, оң жақ поворот. Бесінші бізде қоңыр, оң жақ габарит. Алтыншы бізде тормоз, стоп шамдары. Ал жетіншісі сол жақ габарит. Сонымен біздің проводтарды астынан
сол жаққа өткіздік. Сол жаққа және оң жаққа өткіземіз. Сол жаққа жауап берген кезде поворот, габарит, солардың барлығын осы лампочкалардан тауып аламыз. Қалай тауып аламыз? Бізге барлығына ортақ, мінекей, қарап тұрсаңыз, қара, мында да қара бар, мында да қара бар. Ол қараларға тиіспейміз. Ол қара барлығына ортақ минус. Бізге керегі плюс керек. Әрбір лампочканың плюсына жалғанамыз. Бізде мына сары поворот. Поворот сол жаққа қосып қоямыз. Сосын біздің мынаны қараймыз. Контроль туралы. Плюс келе ме, келмей ме? Қазір мен поворотты қосып қойын. Ендігі кезекте қазір біз габарит жалғаймыз. Сол жақ габарит шамдарын қазір мен әдейілеп ашып қойдым. Қай проводқа плюс келіп тұрғанын тауып аламын. Қызыл проводқа бізде габариттен плюс келіп тұр. Қара бізде ортақ минус. Ал жасылымыз біздің тормоз болу керек. Себебі бұл лампочка 2 контакт, яғни 3 контакты лампочка. Тормоз да жанады, габарит жанады. Габарит қазір жай жанып тұр. Тормоз басқан кезде анарақ, қаттырақ жанады. Енді осыған біз мінекей плюс келіп тұр біздің қызыл жасыл проводқа. Енді сол жақ габарит бізде тауып аламыз. Қай? Сол жақ габарит, левый габарит бізде черный, қара провод. Сол жақ габарит қара проводты осы біздің габаритке жалғайтын боламыз. Және де қызыл бізде красный стоп деп тұр. Стопты бірден жасылға жалғап жіберем. Енді біртіндеп оң жақ бөлікті жалғап жатырмын. Мына оң жаққа жіберген провод біздің оң жақ поворот керек, және оң жақ біздің габарит керек, және де минуста общий масса да мына жаққа кетті. Біртіндеп қосып, габаритті қосып, габаритке келіп тұрған плюс тауып алып, біздің схема бойынша схеманы әдейілеп жазып алдым мен көрсету үшін. Коричневый, яғни қоңыр проводымыз біздің правый габарит. Габаритті қосып қойдым да, габаритке келіп тұрған плюске жалғадым. Біздің поворот енді белгілі, сары лампочка, сонда да тексеріп, біздің правый поворот, яғни оң жақ поворот, жасыл провод, 4-ші контакт, мен жасыл проводқа жалғадым. Енді біздегі қалған ең соңғы схемада серый деп жалып тұр, бірақ біздің жағдайда ақ провод. Оны ол бізде минус барлығына ортақ минус. Прицепке кететін фаркопқа мен әнекей ана жерден болтқа қазір жарық қосып көрсетіп жіберейін. Кузовтан минус алдым да, қара проводты жалғап, әнекей. Енді осыны ақ проводқа жалғайтын боламын. Изоляция жасап, содан кейін барлығын схема бойынша барлығын фаркоптың өзінен тексеретін боламыз. Енді жалғап болғаннан кейін барлығын тексеріп шығамыз. Бізде мында қақпақта схемасы көрсетіп тұр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ортасы 7. Дәл сол сияқты санап тексереміз. Ең бірінші бізде сары, левый поворот. Сол жақ поворот сары. Қазір поворотты қосып қойдым. Сонымен қазір барлығын жалғап болғаннан кейін бір тексеріп шығамыз. Бізде схема бойынша бізде барлығын қазір тексеріп шығамыз. Біріншісінен бастап, жетіншісіне дейін. Біріншісі бізде левый поворот. Ең біріншісі бізде левый поворот. Біріншісі мынау. Поворот бар. Екіншісі задний ПТФ бізде қосылып тұрған жоқ. Үшіншісі минус. Мына схемасы дәл мына қақпақтағыдай кетеді схемасы. 1, 2, 3 солай кетеді. 1, 2, 2-де. Үшіншіде минус. Төртіншіде бізде. Төртте бізде правый поворот, оң жақ поворот. Бесіншісінде бізде габарит. Алтысында бізде тормоз. Тормоз баса қойшы. Жібер. Бас. Болды, жарайды. Ортасын бізде жетіншісі габарит жанып тұр. Осылай тексеріп аламыз.